Қасқырдың киесі. Күн жұма болатын. Түнмен жол жүріп, Ақмола жақтан келе жатқан бетім еді. Қар борап тұр. Күйік асуы жабық дегенді естіп, амал жоқ тоқтадым. Таң атып қалған. Көре кетейін деп Тараз қаласының орталық базарына кіре берген сол еді, бір бейтаныс жігіт жылы шырай қолын созды. Амандастық. Аға, үйге жүріңіз, сізді күтіп тұр едім дейді әлгі жігіт. Інім, мен сені танымаймын ғой, шатастырып тұрған шығарсың. Мен жай ғана жолаушымын, бұрын бұл жақта болмағанмын деймін. Есесіне мен сізді танып тұрмын, Орекеңсіз ғой, дейді бейтаныс. Мен таң қалдым. Өзінің дегбірсізденіп тұрғанын да байқап қалдым. Ішкі ойым не боп қалды екен деп те тұрмын. Аға, мен сізді түсінде көріп едім, атыңызды да содан білем. Таңертең ерте орталық базарға барсаң, базардың кіре берісінде сол кісіге жолығасың, ертіп кел деп, сізді суреттеп аян берген еді дейді. Бейтаныс жігіттің қиылып тұрғанын көріп, үйіне баруға бел будым. Қалған үйге барған соң айтам деген жігітке мен одан сайын таңғалып қарадым. Жарайды, олай болса барайық деп үйіне бет алдық. Бейтаныс жігіттің үйі қаланың шет жағында тұрады екен. Әнемне дегенше келдік. Адамдар абыр-сабыр, таң атпай құрбандық шалып қазан көтеріп жатыр екен. Үйлеріне кіре берістегі аулада сым шарбақтың ішінде қамылы тұрған абадан қасқырды байқап қалдым. Байғұс аңны көздері жасаурап кетіпті. Мен өзім қасқырларды жастайымнан жақсы білемін, және оларды түсінемін де. Обал боп тұр екен-ау дедім ішімнен. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Қасқыр маған қиыла қарады. Өзінің жағдайын айтпай, ұқтырғандай болды. Бәлкім, ол да мені таныды. Тек маған айтар тілі жоқ еді. Бейтаныс жігіт менің кідірістеп қалғанымды байқады ғой деймін. Аға, бұл қасқырды мына күйіктің асуына ұстап әкеліп едік. 3 айдай болды осында. Өзі де зор деп мақтанып қойды. Қолға үйренбейді екен бұл жыртқыш. Берген тамағыңды да алмайды. Мына шарбақтың үстінен лақтырып тастаймыз етті. Онда да түнде, тек қараңғыда деді. Біреулер сұраған еді, емді қасиеті бар деме, етін, тұяғын аламыз деме, әйтеуір уәде берген едім. Сонымен осында дейді. Мен ештеме дегем жоқ. Үйге кірдік. Әңгіме былай екен. Аға, келініңізбен шаңырақ көтергенімізге 12 жыл болды. Бәрі бар бізде. Тек шикөкпе болса да бір балаға зар болдық. Барлық жерге бардық. Сөйтіп жүріп әйтеуір өткен жылы бөпелі болғанбыз. Сол ұлымыз 2,5 айдан бері қатты науқас. Көзін аша алмайды. Түтікпен тамақтандырамыз. Қаратпаған жеріміз қалмады. Дәрігерлер де шаршады. Көрген аянымды өзіңізге айттым. Ендігі сенімім өзіңізге ғана болып тұр деді. Менің таң қалысым шыңына жетті. Бұған не істей аламын деген сұрақ көкейімде. Жалпы мұндай оқиғалар менің басымнан көп еткен. Және көп жерде науқастарға жәрдемім де тиген еді. Бірақ мен ол туралы ешкімге тіс жарып айтпайтынмын. Мына жағдай тіпті қиын екендігін сезініп те тұрмын. Бұл тұста тылсым тілі ғана сөйлей алады. 1 жасар баламен не деп тілдесем? Сәбидің басынан сипадым. Маңдайынан шып-шып тер шыққанын байқадым. Әрі қарай не істеуім керек? Ол жағы тұманды болды. Ойымның бәрі сыртта қамауда тұрған абадан қасқырға қарай бұрыла берді. Кенет бір шешімге келдім. Баланы көп қымтай бермеңдер деп орнымнан тұрдым. Өзімді қандай күш жетелеген білмеймін, асығыс сыртта тұрған қасқырдың жанына келдім. Не боп қалды деп бейтанысым менің қасыма жүгіріп келді. Босатына қасқырды дедім. Аға, былайрақ тұрмышы, майып боларсыз дейді. Менің оны тыңдауға шамам жоқ еді. Көлігіңді алып кел деймін. Бейтанысым көлігін алып келгенде мен қасқырды темір шарбақтан шығарып желкесінен сипап тұр едім. Күйікке келгенше қасқыр менің қасымда отырды. Күйікте боран тіпті ұлып тұр екен. Мен қасқырды көліктен түсіріп жібердім. Киелі жануар артына бір қарады да бұрқыраған ақ түтек боранға сіңіп кете барды. Біз бейтаныс жігіттің үйіне қайтып келгенімізде сәбидің көзі де ашылып, анасының омырауын борпылдата еме бастаған екен. Әңгіме авторы Оралбек Бекболатов. Бұл жердегі Оралбек Бекболатов ағамыз туралы сіздерге қысқаша мәлімет айтуды жөн көрдім.
Оралбек Бекболатов ақын, журналист, аудармашы, академик, медицина ғылымдарының докторы, Қазақстандағы Әлем халықтары жазушылары одағының мүшесі. Қаламгер сонымен қатар Халықаралық жазушылар одағының, Қазақстан журналистер одағының мүшесі. Оңтүстік Қазақстан облысы бұқаралық ақпарат саласында өзіндік өшпес ізі бар, ойы балар, орны бар қаламгер. Халықаралық алтын қалам жүлдесінің 2 дүркін жеңімпазы, халықаралық алтын қыран, достық, тарлан ордендерінің иегері. Қазақстанда өткен жазба ақындар мүшәйраларының бірнеше дүркін жеңімпазы, 30-дан астам кітаптың авторы. Медицина ғылымдарының докторы, профессор. Қажылыққа барамын деп жиып жүрген бар қаржысын кедей, кем бағылдарға таратып жіберген жомарт қаламгер өткен жылы құрметті қажы атағын алды. Түркістан облысы Кентау қаласының тұрғыны.